айт мүбәрәк болсын дейміз. Бүгін мұны қасиетті құрбан айт күні қазақстандық халық қара базарды шарлап жүр. Яғни құрбан шалуға мал іздеп жүр. Бізде міне бүгін Алматыдағы Алматының шетіндегі қара базарға келіп малдың бағасын білуге сондай қызығушылық танытқан болатынбыз. Қара базардағы қой бағасы қалтаны ұрып тұр. Бұл күні жағдайы келген жандар мал сойып Аллаға құлшылық ететінін ескерсек, базардағы мал бағасы көптің көңілінен шықпайтындай сияқты. Исламда 12 мүшесі кем малды құрбандыққа шалу дұрыс емес дейді. Ендеше мал базарын аралап жүргендердің көпшілігі көз соқыр, аяқ асақ, құлақ шоңақ болмауына аса назар аударатын сияқты. Десек те, қалта түбіндегі ақшаның мүмкіндігіне қарай қой сатып алу әрбір жанды алаңдататын анық. Ондай болмайды ғой вообще. Мұсылмандықтар енді өзінің реальный бағасын енді қоссаң енді бір 3000 қосып, енді сойып беретіндер бұрын 2000-ға сойып беретін, қазір 4000-ға сойып беремін дейді мысалы. Енді құрбандықты үйге барып шалу керек қой енді. Құдайға шүкір мұсылман болғаннан соя аламыз ғой енді. Мысалы, Алматыдан Құлжа жолына шыға беретін жерде орналасқан мал базарында ірі қара жылқылардың жарамдысы 200 мың теңгеден астамды құраса, бұқа тана торпақтың бағалары 100 мың теңгенің аржақ бер жағын ұстап тұр. Ал қойдың бағасы әрқалай. Негізі сатушылардың қойып қойған орташа бағасы 20 мен 30 мың теңгенің аймағында. Әрине, 15-17 мың теңгенің төңірегінде де мал сатып алуға болады. Бірақ отықыр бұтықырға ұқсамайды демекші, ол қойлар семіздік жағынан көгіл қуантпайтыны көрініп ақ тұр. Мына өздеріңіз көріп тұрған мына ақ қой, мына қара қойдың бағасы 70-80 мың теңгені құрап тұр екен. Яғни бір сиырдың, бір үлкен бұқаның бағасы деп айтсақ негізі бар. Қара базардан қалта қамына қарай қой сатып алып, құрбан шалсам деп келген Нұрлан бағаны делдалдардың көтеріп тұрғаны өз ренішін білдірді. Көңілім толмай жатыр. Себебін айта кеткен болсам, ол жаңағы бағаларына байланысты, мысалы, ең алған бағаларымен, ол енсіз бағалардың, малдардың бағалары әртүрлі болып жатыр. Мысалы, арап қарасаңыз, енді бағалардың қарап, 18 кездеп келдім. Мен өзім студентпін. Өзім 19-18 кездеп келсем, мен жақсы мал алатын болған болдыр. Биылғылардың көңілім толмады. Ал егер бүтін құлақпен іздесем, 25-30 қалыңыз деп жатыр. Ол болмайтын ба? Сұмдық ма? Ондай вообще болмаған негізінде. Білмеймін енді қалай енді студенттің стипендиясын жинап отырғанына қалай алуға бергенсіз ойлап көріңіз. Мені қанағаттандырмайды. Мұсылмандардың ұлы мерекесі құрбан айтта қара базардағы мал бағасының осыншама шарықтап тұрғанына ислам қарай қарайды деген сұрақпен Райымбек мешітінің бас имамынан түйінді пікір алғаны жөн санадық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біріншіден, иншалла, мынау қасиетті айт күні, Құдай қаласа осы құрбандық мейрамы елімізге, халқымызға береке, бірлік, амандық, есендік, сау саламаттық әкелсін Құдай қаласа. Ал енді мынау базарға келіп тұрмыз, біз де сол жобаны көрейін деп, қаншалықты бұл жерде шариғатқа сай істеп жатыр, жасап жатыр, сауда жасап жатқан бауырларымызға да айналайын бүгінгі күні айттың құрметі үшін Құдай қаласа дұрыс адал сауда қылыңыздар деп сонда бір ескертулер айту үшін арнайы осы діни басқарманың Қазақстандағы мұсылмандар өкілі ретінде осы базарда аралап қарап жүрміз. Құдайға шүкір, осында енді соншалықты бір асқақтап кетіп жатқан баға жоқ. Құдайға шүкір орта болып тұр деп, жаңа бір кісілерден сұрап жатсам, былай сауда жасап жатқан. Ол кісілер де ризалығын білдіріп жатыр. Ал енді жалпы келетін болсақ, бұл сүннет амалдарының біреуі саудаласу дейді. Бізде жаңа кейбір бауырларымызда қазақи ұғымда жаңағыдай мынандай бір нәрсе әдет болған, саудаласуға болмайды, айтқан бағаға алу керек екен. Жоқ, ондай емес. Саудаласу керек. Саудаласу бұл сауапты болады. Саудаласқан кездегі дейді, саудаласып атқан екі адамның құрбандық айттындағы. Саудаласып атқан, мал алып атқан, құрбандыққа ниет қылып атқан адамның әрбір сөзі тәсбихтің орнына, зікірдің орнына, сауаптың орнына жазылады дейді Құдай қаласа. Сол себептен саудаласып, жаңағы сүннетке сай етіп малды алу керек.